Семей қаласындағы Innovative колледж мекемесі. Пән аты мемлекеттік тілге іс қағаздарын жүргізу. 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы мінездемелер мен өмірбаяндар. Пән мұғалімі мен Мақаева Алтынгүл Сапарбекқызы. Сабақтың мақсаты студенттерге мінездеме мен өмірбаян туралы мағлұмат беріп, олардың жазылу үлгісін үйрету, іс құжаттарын тиянақты жүргізе білу дағдыларын қалыптастыру. Мемлекеттік тіліміздің қадірін ұғындырып, туған жерді, туған елді, туған тілді қадірлей білуге тәрбиелеу. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы қарсаңында жас буын өкілдерін дана бабамыздың нақыл сөздері арқылы ұлтжандылыққа, бауырмалдылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Мемлекеттік тілді жетік меңгертіп, құжаттарды тиянақты, сауатты жүргізе білу қабілеттерін дамыту. Сабақтың міндеттері. Оқытушының міндеті студенттерге ресми іс қағаздар стиліне жататын мінездемелер мен өмірбаяндар тақырыбын меңгерту, жазылу үлгісін түсіндіру, мысал келтіру. Студенттердің міндеті берілген мәліметтерді дәптерге конспектілеп жазу, ақпаратты меңгеру, үлгісін қарап шығу, тапсырманы орындау. Бүгінгі тақырыбымыз мінездеме. Ал мінездеме дегеніміз не? Енді осы жайлы қысқаша тоқталып өтсек. Мінездеме қызметкердің қызметтік қоғамдық әрекеттерін ресми түрде бағалау, іскерлік қабілеті мен моральдық сапасын ерекшелеп көрсету болып табылады. Қазіргі кезде мемлекеттік емес мекемелерде сирек қолданылады, бірақ қызметі бойынша орын алмастырғанда, қызметін аттестациялау кезінде, іс-сапарға шыққанда және басқа жағдайларда мінездеме қажет болады. Мінездеменің басқа бөлімі анкеталық мәліметтерден тұрады, яғни аты-жөні, туған жылы, білімі, тағы сол сияқты. Екінші бөлімінде еңбек қызметі туралы мәліметтер, яғни мамандануы, жұмыс істеу мерзімі, қызметі бойынша өсуі, тағы сол сияқты және еңбегіне берілетін баға жазылады. Үшінші бөлімде қоғамдық белсенділігі, тұрмыстағы тәртібі, әріптестер мен қарым-қатынасы бағаланады. Ал қорытынды бөлімінде тұжырымдама және мінездеменің берілу мақсаты жазылады екен. Мінездеме қызметкерлердің өз сұрауы бойынша, басқа мекеменің сұрауы бойынша және өзінің бастамасы мен әкімшілік немесе мекеменің қоғамдық ұйымы, егер бар болған жағдайда жазылатын болады екен. Мінездеме деректемелеріне келетін болсақ, мінездеменің шапкасы, құжаттың түрі, яғни мінездеме, мәтіні, қол қою, мерзімі және мөрі. Мінездеме 2 данадан жазылады. Мінездеменің үлгісі. Алдарыңызда берілген мінездеменің үлгісіне қарай отырып, өздеріңіз ой түюлеріңіз қажет. Мінездеме А4 парақта Times New Roman харпінде 14-ші кегілмен, яғни міндетті түрде компьютерде беттеліп жазылуы қажет. Мінездеме тақырыбын бекіту сұрақтары. Яғни, мінездеме дегеніміз не? Мінездеме неше бөліктен тұрады? Мінездеменің негізгі деректемелері қандай? Өз тобыңда оқитын бір студентке қысқаша мінездеме бер. Осы сұрақтардың жауабын дәптерге жазамыз. Жазып болғаннан кейін кері байланыс орнатамыз. Келесі тақырыбымыз біздің өмірбаян. Ал өмірбаян дегеніміз не? Қысқаша тоқталып өтсек. Өмірбаян авторы өзінің өміріне қатысты мәліметтерді хронологиялық тәртіппен құрастыратын құжат түрі болып табылады. Өмірбаянның типтік үлгісі болмайды. Ол мақсатына байланысты қысқа немесе толық нұсқада болуы мүмкін. Әдетте өмірбаянды мыналар көрсетеді. Құжаттың атауы, автордың аты-жөні, туған жері мен мезгілі, білімі мен мамандығы, қызметіне қатысты мәліметтері, марапаттаулары мен алған мадақтаулары, отбасы жағдайы мен отбасының құрамы, үйінің мекен-жайы мен телефоны, толтырылған күні және жеке қолы. Өмірбаянды тұлға өз қолымен бір данадан жазады. Оған, яғни өмірбаянға, өз өмірінің негізгі сатыларын уақытылы бірізділікпен еш өзгертусіз толтыруы қажет. Өмірбаянның деректемелері мыналар. Құжаттың аты,
яғни құжаттың атауы өмірбаян екен. Мәтіні, күні және қол қою. Өмірбаян мәтінінде келесі сұрақтар қамтылуы керек. Құжаттың авторының аты жөні, тегі, әкесінің аты, туылған жылы, білімі, қайда, қашан, қандай оқу орнынан алғаны туралы, қай уақыттан еңбек қызметін бастағаны жөнінде, бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысу себептері жайында, әскери атағы егер бар болған жағдайда, жанұя жағдайы, алғыстары, үйінің мекен жайы көрсетілуі қажет. Өмірбаян тақырыбын бекітетін сұрақтарға кезек берсек, өмірбаян қандай құжат түрі болып табылады? Құжатты кім әзірлейді? Өмірбаян құжаты қалай толтырылады? Өмірбаян деректемелеріне нелер жатқызылады? Өмірбаян құжаты неше дана етіп әзірленеді? Осы сұрақтарға жауап береміз. Жауаптарды, әр сұрақтың жауабын дәптерге орындаймыз, жазамыз. Жазып болғаннан кейін кері байланыс орнатамыз. Үйге тапсырма. Бейнежазбада көрсетілген мінездеме мен өмірбаянға қатысты барлық мәліметті дәптерге жазу, берілген сұрақтарға жауап беру, яғни жауаптарыңды дәптерге жазу, кері байланыс орнату. Мінездеме жазу, көрсетілген үлгі бойынша жазу қажет, алайда көшіріп алуға болмайды. Өмірбаян үлгісін жазу, көрсетілген деректемелерді пайдаланып, берілген сұрақтарға жауап бере отырып, жазылуы міндетті. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.